Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңа жылдық дастарханыңызға өте әдемі сән беретін, дайындалу өте оңай, қолжетімді ингредиенттерден жасалынған өте дәмді профитролидің рецептімен бөлісемін. Алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, шыққан рецепттерді жіберіп алмаңыз. Бізге керек ингредиенттер ол қант, тұз, су керек, сүт, сары май, ұн және де жұмыртқа керек. Ең алдымен отқа қоятын осындай темір ыдысқа 150 грамм суды, 100 грамм сүтімізді және де шамалы тұзбен 1 шай қасық қантты саламыз. Және де 100 грамм сары майымызды саламыз. Енді осыны отқа қоямыз. Отқа қойып, араластырып, майымыз еріп, сүт шамалы қайнағанша дейін ұстаймыз. Осылай майымыз ерігенде араластырып, тезірек еруге көмектесеміз. Міне біздің сүтіміз осылай қайнаған кезде оттың астын басамыз шамалы, және де 150 грамм ұнды барлығын салып, осылай араластырамыз. Ұн толығымен біздің сұйық массамызға осылай ену керек. Жақсылап араластырамыз, тоқтамай, және асты шамалы жапса бастаған сезген кезде оттың астын сөндіріп тастаңыз, және тағы да толығымен ұн бірігіп араласқанша дейін осылай араластырамыз. Барлық суы, барлығы кету керек, құрғақ болу керек табаның түбі. Содан кейін барып біздің дайын массамызды тезірек су үшін басқа ыдысқа саламыз. Және де мен тезірек жылдам суыту үшін осылай араларын ашып, шамалы араластырып тұрам. Сол кезде асты үсті барлығы тезірек суыйды. Толығымен қатты суытып керек емес, шамалы жылы болған кезде 4 жұмыртқамызды бір-бірден салып араластырамыз. Мен осылай қасықпен, лопатканың көмегімен араластырамын. Сізге ол қиын болса, уақытты үнемдеу үшін миксердің төмен жылдамдығымен араластырсаңыз болады. Бір жұмыртқаны толығымен араластырғаннан кейін екіншісін қосамыз. Дәл солай біртіндеп 4 жұмыртқамызды салып, араластырып, бір келкі масса жасаймыз. Міне 4 жұмыртқамызды да араластырып алдық. Осындай бізде әдемі қамыр шықты. Енді осыны кондитерлік қапшыққа салып, осындай насадканың көмегімен, сіз өзіңізге ұнаған кез келген насадкамен насадка салсаңыз болады, немесе ешқандай насадкасыз кондитерлік қапшықтың өзімен де дөңгелек етіп жасасаңыз болады. Барлық қамырымызды ішіне салып аламыз. Және де пісіретін ыдысымызға пергамент қағазын төсейміз. Міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіз, себебі жабысып қалады. Енді орташа дөңгелектер етіп, қамырымызды барлығын сығып, осылай орналастырып шығамыз. Өзіңізге ұнаған көлемде жасасаңыз болады. Ортасы тесік етіп, осылай кольцо сияқты қылып жасауға болады. Немесе осы қамырмен эклер жасасаңыз да болады, ұзын-ұзынша етіп. Өзіңіздің қалаған формаңызда барлық қамырымызды пергамент қағаздың үстіне орналастырып шығамыз. Және де егер формасы басқаша болып кетсе, немесе осылай ұзын-ұзын болып жоғарғы жағы шығып кетсе, саусағыңызды шамалы сулап, сонымен басып формаларын келтіріп алсаңыз болады. Енді міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Және де толығымен пісіп беті қызарғанша дейін пешті ашпауға тырысыңыз. Себебі аша берсеңіз басылып қалады. Міне біздің профитролиларымыз дайын болды.
осындай әдемі үлпілдек болып шықты. Орталары қазір ашып көрсетейін. Орталары осындай тесік болады. Кез келген начинканы жасауға болады. Көрдіңіз бе, шетінде пергамент қағаз төселмеген жері жабысып қалған, сондықтан міндетті түрде төсеңіз. Енді ортасын толтыратын начинкамыз дайындаймыз. Ол үшін 100 грамм қант ұнтағы мен сахарная пудра және де осындай бір банка қаймақ қолданамыз. Мен 20% қаймақ қолдандым, бірақ міндетті түрде 30% қаймақ табуға тырысыңыз, себебі 20%-дан өте сұйық болып кетеді. 30%-ның өзімен ол қою болмайды, бірақ холодильникте тұрып кішкене қоюланады. Тіпті таппасаңыз 20%-бен де жасай берсеңіз болады. Осылай қаймақ пен қант ұнтағын араластырамыз. Болды, біздің начинкамыз дайын болды. Және де мен осы начинкаға үйдегі қалып қойған шамалы вареная сгущенка қостым. Бұл міндетті емес. Бірақ егер қосам десеңіз, вареная сгущенка алдын ала бөлме температурасына шығарып қойыңыз, жұп-жұмсақ болып тұру керек. Себебі осылай түйіршіктері дұрыс араласпай қалуы мүмкін, бірақ ештеңе етпейді, карамель сияқты ортасына жүре берсе де болады. Енді біздің профитроли барлығы толық суығанша қаймақты мұздатқышқа, яғни морозильникке осылай салып қоямыз. Кішкене қоюланып тұрады. Енді 40 грамм сұйық майға бір плиточный шоколад мен Қазақстан шоколадын қолдандым. 100 грамм шоколадымызды салып, микроволновкада ерітіп аламыз, және де әрбір 20 секунд сайын шығарып араластырып тұрыңыз, себебі шоколадтың асты күйіп кетеді. Міне толығымен шоколадымыз еріді. Басында осылай ыстық кезінде сұйық болады, суығанда кішкене қоюланады. Енді біздің толығымен суып тұрған профитролидің бір шетін осылай таяқшамен шамалы тесіп, начинкамызбен ішін толтырамыз. Қаймақ сұйық болғандықтан басында ыңғайсыз болуы мүмкін, бірақ икемін тауып алып толтыруға болады. Және де біздің профитроли сосын холодильникке салғаннан кейін ішіндегі қаймағымыз жақсылап қоюланады. Немесе клейгеймен, яғни сливкимен, творожный сыр, сахарная пудра араластырып, торттың кремі секілді әдемі крем жасап толтырсаңыз да болады ішін. Немесе заварной крем жасап толтырсаңыз да болады. Мен осында ең оңай түрі қаймақ пен сахарная пудраны араластыра салдым. Дәл осылай барлық профитролидің ішін біздің кремімізбен толтырып шығамыз. Және де қазір шоколадқа батырған кезде тезірек шоколад қату үшін мен осы ыдысымен бірге морозильникке 5-10 минутқа қойып алдым, сап-салқын болып шығу үшін. Енді ары қарай біз әдемілеуге кірісеміз. Шоколадымыз да суып, жақсылап шамалы қоюланды. Енді осылай шоколадымызға шамалы батырып, ыдысымызға орналастырамыз. Мен оформлениясын жаңа жыл тақырыбында жасадым. Ары қарай видеода барлығын толық көрсетемін. Міне осымен біздің жаңа жылдық әдемі десертіміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, дастарханыңызды өте әдемі көрік береді, әрі өте дәмді, жасалуы да өте оңай. Ендеше видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.